Әдемі гүлдесте әкеп Ханзаданы таң қалдырғым келеді. Барасыңдар ма? Осындай ырым бар. Гүлдестені сауық кешінде бір-біріңізге сыйласаңыздар жұптарыңыз жазылмайды. Сізге сауық кешіне апаратын гүлдесте керек бе? Оның жүрегін жаулап аласыз. Анастасия, не қып тұрсың? Жай әншейін бара жатырмын. Нанның иісі қандай керемет. Жегін келе ме? Абайла, ыстық. Анастасия, оны жемей-ақ қой. Бұл дүкенде адам қызығатын ештеңе жоқ. Нандарың тастай қатты ғой. Кеттік, Анастасия. Ендігәрі бұл науашымен сөйлескеніңді көрмейтін болайын. Мен бұған тыйым салам. Иә, апа. Көзқарасын байқадыңдар ма? Мен мұны жақсы түсінем. Теңіз сырқаты ма? Өте күлкілі екен. Олар бір-біріне ғашық боп қалды. Анастасия ғашық болды ма? Ол мүмкін емес, күші қыз. Екеуіңе не болған? Бәрі ғашық бола алады. Анастасиядан басқалары. Оған көмек керек шығар. Иә, айтарлықтай көмек керек. Маған да көмектестіңдер. Естеріңде ме? Оларды енді қалай кездестірсек екен? Таптым. Екеуін алаңға апарамыз. Оның амалы мынадай. Құстар қыздың қалпағына кетеді. Біреулер наубайшын алдап, сыртқа шығарасыңдар. Құстар Анастасияны сол жерге бастап әкеледі. Сөйтіп екеуі кездеседі. Дұрыс, Газ. Екеуі қалай кездескенін білмей қалады. Қане, достар, наубайшын алдай тұрыңдар. Жағдайды ушықтырып алмаңдар. Нанда шыққан жүр бе? Кері қайтыңдар. Ақымақ құстар. Тоқта. Бәрі дұрыс па? Достар, егер де сіздер осы мультфильмді толық соңына шейін көріп тартып алғыңыз келсе, менде оны соңына шейін көріңіздер. Ал олай болса кетті. Қазір мен Күлше қыз екіні қалай толық көруге болатынын көрсетемін. Күлше қыздың описаниясын қарасақ, онда ссылкада. Соны басып көреміз. Мен робот емеспін деген сөзді басамын. Сосын маған таксидің сюжетін таңда дейді. Мен 3 таксидің сюжетін таңдаймын. Сосын подтвердить деген кнопканы басамын. Сосын маған рекламаны көрсетеді.
Ол кезде артқа қайту деген кнопканы бассақ. Ашылды. Енді біз получить ссылку деген сөзді басамыз. Сосын біз өз Google аккаунтымызды таңдаймыз. Ал достар, осылайша Күлше қыз 2-нің толық нұсқасын көруге болады. Ал енді қалай тартуға болатынын көрсетемін. 3 нүктені басамыз. Скачать дегенді бассақ, бұл видео біздің фоткамызға тартылады. Төбесіне қарап көруге болады. Достар, бұл менің досым емес, ол Роберттің дауысы. Жақын арада дәл осы секілді менің каналдағы кез келген мультфилімді соңына шейін толық нұсқасын көруге болады. Сау болыңыздар.